Армысыздар, сіздерді бірінші модульде көргеніме қуаныштымын. Бұл алғашқы модульда сіз продюсердің кім екенін, эксперттің кім екенін және олардың жалпы қызметтерін не істеу керек жайлы сол туралы толығым білетін боласыздар. Және бірінші модульдің бірінші сабағы бұл продюсер мен эксперт жайлы жалпы түсінік. Яғни продюсер деген кім, ол қалай ақша табады, эксперт деген кім, эксперт қалай ақша табады, екеуінің арасындағы байланыс қандай, осы тақырыпта болады. Жалпы, продюсер деген кім? Бізде продюсер деген кезде бірден қате түсінік пайда болады. Ескертіп айтатын жайт, продюсер ол техникалық специалист емес. Ол сайт жасайтын, немесе вебинарлық комнатаны ұйымдастыратын, немесе CRM системаның ішін ұйымдастыратын, SMS, звонобот деген техникалық білімді, техникалық қабілеттерді жасайтын адам емес. Продюсер ол дирижер, яғни техникалық специалистерді басқара алатын және сол команданың басын біріктіріп, үйлесімді жұмыс жасата алатын. Яғни бір сөзбен айтқанда, продюсер ол басқарушы. Ескертіп айтатын жайт, мына жерде, егер адам сізге сайт жасап берем деп айтса, яғни сіз бір экспертке барып, мен сізге сайт жасап берем, мен сізге вебинарный комната жасап берем десеңіз, сіз толық сатылымнан ешқандай үлес ала алмайсыз. Тек маман ретінде ғана жасаған сайтыңыз үшін ғана ақша ала аласыз, немесе вебинарный комнатаға жасаған настройкаңыз үшін ғана ақша ала аласыз. Тағы да бір ескертетін жайт, продюсер ол тек қана сату сценарийін, яғни прогревтерді жазатын адам емес. Сен мына стористен кейін мынаны, келесі мына стористен кейін мынаны, немесе мынандай тақырыпта пост салуың керексің деп қана айтып беретін, яғни тек қана сценарий жазатын адам емес. Ол толығымен процесті басқаратын адам. Егер тура жаңағыдай мен сізге тек сценарийін ғана жазып берем, мен сізге тек прогревті ғана ұйымдастырып берем десеңіз, онда сіз сол блогер эксперттің немесе жалпы маманның өнімін сату барысында прогрев арқылы сатылым кезінде түскен пайдадан үлес ала алмайсыз. Ол жақта да фиксированный табыс табатын боласыз. Жақсы продюсер жұмысының көрсеткіші бұл кассадағы ақша. Яғни продюсердің негізгі өлшем бірлігі бұл оның эксперттің білімін сату арқылы тапқан табысы. Ол 5 миллион болуы мүмкін, ол 2 миллион болуы мүмкін, ол 10 миллион болуы мүмкін. Яғни жақсы продюсердің көрсеткіші бұл общий табылған выручканың саны. Жақсы продюсер жұмысының көрсеткіші чистая прибыль. Яғни сізде выручка 10 миллион болуы мүмкін, яғни жаңағы айтып өткендей кассадағы ақшаңыз көп болуы мүмкін, бірақ пайда 1 миллион болуы мүмкін. Сіздің шығыныңыз 9 миллион теңгеге шамасында кетіп қалуы мүмкін. Ол команданың шығыны, жарнамалық расходтың шығыны, техникалық сервистарға кеткен шығын 9 миллион теңге болып кетуі мүмкін. Бұл жақсы продюсердің көрсеткіші емес. Жақсы продюсер аз ақшамен мейлінше көбірек таза пайда қалдыру. Мысалға, общий кассаға түскен ақша ол 10 миллион теңге болса, жарнамалық шығын негізінде 30%-дан аспағаны жөн. Яғни жарнамаға, таргетке, сайтқа кеткен шығын 3 миллион теңгенің маңайында болып, егер 7 миллион теңге таза пайда түсетін болса, бұл өте жақсы көрсеткіштердің бірі. Жақсы продюсер жұмысының көрсеткіші бұл команданың үйлесімді жұмысы, яғни жаңада айтып өткендей, мықты продюсер бұл жақсы басқарушы. Сіздің сайт жасайтын маманыңыз, сату бөлімінің маманы, немесе сату бөлімінің бастығы, маркетологтарыңыз, солардың барлығының үйлесімді жұмыс жасауы бұл мықты продюсердің көрсеткіші. Жақсы продюсер жұмысының көрсеткіші сатылым басталғанға дейін өнімге кезек тудыралуы. Яғни сіз эксперттің былай айтқанда парақшасында запуск системасын қолданып, егер сол системаны дұрыс қолдана алсаңыз, әлі сіз сатылымды ашқан жоқсыз, бірақ сіздің клиенттеріңіз өнімді алам деп кезекке тұрса, бұл продюсердің жұмысының жақсы атқарылғандығының көрсеткіші. Жақсы продюсер жұмысының көрсеткіші бұл риза болған клиенттер. Яғни кейде болады, продюсерлер мықты воронка құралады, мықты сату бөлімін құралады. Яғни сатудан ешқандай проблема жоқ, сатып жереді, бірақ клиенттер, өнімді сатып алған клиенттер кейде риза болмай жатады. Бұндай көрсеткіш болатын болса, бұл да мықты продюсердің көрсеткішіне жатпайды. Сондықтан продюсердің қызметінің ішіне өнімнің де сапасының жақсы болуы кіреді. Яғни өнімді сатып алған клиенттердің барынша риза болып кетуі, барынша нәтиже алуы, барынша өнімнің NPC деген ұғым бар.
оны осы модульдің соңында айтатын болам. NPC көрсеткіші барынша жоғары болуы бұл жақсы продюсердің көрсеткіштерінің бірі. Тағы да бір продюсердің көрсеткішінің бірі бұл экспертпен үйлесімді жұмыс жасай алуы. Ол мейлі дайындық кезеңінде болсын, экспертпен бір-бірімен ақпарат алмасып, бір-бірімен мағлұмат алмасып, бір-бірімен көңіл күй алмасып, жақсы комфортны жұмыс жасай алуы. Запуск кезінде де продюсердің мейлінше экспертті түсініп, жағдайына кіріп, эксперттің состояниясын жасап, экспертті сатылымға дайындай алуы, немесе запустан кейінде де экспертпен жақсы қарым-қатынаста қалуы, егер бұл бір реттік услуга болатын болса, немесе ұзақ мерзімді услуга болатын болса, әрбір кезеңде экспертпен жақын қарым-қатынас құрып, бір-бірімен ыңғайлы сөйлесе алуы, бұл да жақсы продюсердің көрсеткіштерінің бірі. Продюсер болу үшін қалай оқу қажет? Білім талпыныс күшімен берілген кезде тиімді. Яғни адам жаңа білім мен дағдыларды игеру үшін саналы күш салу қажет. Күш жұмсамай алынған білім ол құмдағы із сияқты. Яғни көп ұзамай ол жоғалып кетеді. Сондықтан сіздерге барлық ақпарат және барлық техникалық қабілеттер, білім барлығы білінеді, және сол білімді игеру үшін сіздерден күш жұмсалу қажет, және бұл норма, хорошо? Екіншісі, өз-өзіміздің прогрессімізді өлшей алуымыз қажетпіз. Яғни мен бірінші модульда мынандай сабақтарды алдым, осындай нәтижеге жеттім. Екінші модульда мен мынандай сабақтарды алам деп, әр жасаған жетістігіңізді мейлінше өлшеп отыра алуыңыз жөн. Және ол жетістігіңізді өлшей алу үшін де біз әр сабақтың соңында сізге үй тапсырмасын береміз. Үй тапсырмаларыңызды қадағалайтын боламыз. Үшінші, сабақ барысында қателік жасаудан қорықпаңыз. Себебі сіздер қателік жасаған кезде, сол қателікті шеше алған кезде сіздердің дамуларыңыз әлде қайда көбірек болады. Және мынау сіздерге беріліп жатқан жаңа мамандық, жаңа білім болғандықтан кейде қателіктер болады. Және ол қателікті бір қатты қиындатып, өздеріңізге ауыр түсірмеңіздер. Бұл норма. Ең бастысы қателікпен жұмыс жасай алуды үйрену. Проблеманың шешімін мейлінше өзіңіз іздеп табуға тырысыңыз. Ол Google сервисінен болсын, ол Яндекс сервисінен болсын, өзіңіз тапқан білім, өзіңіз проблеманың шешімін өзіңіз таба алған жағдайда ол миыңызға былай айтқанда жақсы қонады және ұзақ мерзімге қонады. Себебі проблеманың шешімін сіз өзіңіз таптыңыз. Келесі, продюсер қалай ақша табады? Продюсер ешқандай инвестиция салмай, келісімге, договорға байланысты таза пайдадан өз үлесін алады. Мысалға, егер сіз продюсер мен эксперт пен продюсердің арасындағы пайда 50-50 болатын болса, ол таза пайда қалай есептеледі? Сіздің общий кассаға түскен выручкадан сіздің шығарған расходыңыз, яғни вебинар барысында, жалпы экспертпен жұмыс барысында жасалған барлық расходтарды сызып тастаған кездегі таза пайданың 50% ол сіздің үлесіңіз. Мысалға қараңыз, мынау біздің Қытаймен бизнес экспертіміздің бір айдағы жасаған табысымыз. Яғни общий выручкамыз 8.871.000 болған. И осы вебинар жүйесіне кеткен расходымыз 2.286.000 теңге болған кезде таза пайда жалпы 6.485.000 болған. Және біздің пайдамыз ол 3.242.000. Яғни біз Қытаймен бизнес партнерімізбен, экспертімізбен 50-50 жүйесімен жұмыс жасаймыз. И мына жерде сразу ескертіп айтып кететін жайт, продюсер ешқандай инвестиция салмай деген қалай? Сіз бастапқы этапта да мысалы сайтқа шығын жасайтын болсаңыз, таргеттің шығыны болсын, жарнамалық креативтерге кеткен шығыныңыз болсын, оның барлығына ақша берсеңіз де, айдың соңында таза пайдадан ол шығындарды сіз минусовать етіп, яғни керісінше өзіңізге қайттан қайтарып ала аласыз. Және таза пайданың 50%-ын ала аласыз. Келесі, продюсер болу үшін, қараңыздар, продюсер болу үшін қателік жасаудан қорықпау қажет. Себебі бұл сабақ сіздерге жаңа болғандықтан көп қателік жасайтын боламыз, және бұл қателік жасау норма. Екінші, табысты продюсер болу үшін партнер болуға дайын болыңыз. Себебі сіз экспертпен партнер ретінде жұмыс жасайсыз. Табысты продюсер оқуға, білім алуға әрқашан дайын және тапсырмаларды бөліп тапсырса да, ішкі процесстерді жетік білетін мықты маман болуы қажет. Табысты продюсер болу үшін инициативті болуыңыз қажетсіз. Яғни сіз экспертке мүмкін мынаны былай істейміз, мүмкін мынаны былай істеп көрейік деген секілді инициатива сізден шығу қажет. Табысты продюсер болу үшін экспертпен негізі ұзақ мерзімді жұмыс жасағаныңыз жөн. Келесі, продюсерде болу керек қабілеттер.
интернет маркетингтен хабар болу керек. Яғни мейлі болса, ол таргеттан хабар болу қажет, ол сайттан хабар болу қажет, ол AMO-CRM-нан, автовебинарный воронкадан, жалпы барлық техникалық сервистардың қалай жұмыс жасайтынын білуі қажет. Мына жерде продюсерлер екіге бөлінеді. Біріншісі, сіз өзіңіз сайт жасай аласыз, өзіңіз таргет жарнамасын жібере аласыз, өзіңіз AMO-CRM-ді меңгересіз, өзіңіз автовебинарный воронкасын жасап, яғни барлық керек қабілеттерді өзіңіз меңгеру арқылы ешқандай командасыз-ақ өзіңіз жасауға болады. Бірақ бұл әлде қайда көп уақытыңызды алады. Немесе сіз осы қабілеті бар техникалық мамандарды басқара аласыз, яғни команда құрып, бұл задачаларды делегировать ету, яғни бөліп тапсыру, сайт жасайтынды сайт маманына, таргеттингті таргетолог маманына, AMO-CRM-ді мысалы аналитика немесе CRM-шіға тапсырып, солардың жалпы процесін басқару, яғни таңдау өзіңізде. Екіншісі, соответственно, команда басқара алу қажет. Себебі сіз үлкен эксперттермен және эксперттеріңіз көп болған жағдайда жалғыз өзіңіз, сіз олардың барлығына сайт жасап бере алмайсыз, барлығының жарнамасын басқара алмайсыз, барлығына жарнама түсіріп үлгере алмайсыз, егер өзіңіз істейтін болсаңыз. Ал осындай жағдайда сіз үлкен объемға шығу үшін және көбірек эксперттермен жұмыс жасай алу үшін сізде мықты команда болу қажет және сол команданы басқара алу қажет. Және үшінші қабілет бұл нарықты сезіне алу қажет. Яғни мына эксперттің өнімі нарыққа қалай өтеді, немесе қалай упаковкаленгенде өтеді. Мысалға, мына жерде бізде кейс бар. Біздің телефон арқылы сайт жасау деген курсымыз болған. Яғни біз оны барысында телефон арқылы сайт жасау мамандығы деп былай айтқанда сатқымыз келген, бірақ сездік. Олай істесек нарыққа оның өтпейтіндігін және студенттерге жаңа онлайн мамандықтың керек екендігін білгендіктен біз таплинг маманы деп курсты упаковкаледік. Яғни курстың негізі бір, аты екі түрлі болғандықтан таплинг маманы деген курс нарықта жақсы сұранысқа ие болып, бізге үлкен 5 айда 70 миллионға жуық ақша алып келе алды. Яғни нарықты сезе алуыңыз бұл өте маңызды. Төртіншісі, автоматтандырылған сату жүйесін құралу, яғни автоворонка құралу. Бұл сіздің жұмысыңыздың 80%-ын осы жүйе атқарады және сіздің жұмысыңызды әлде қайда жеңілдетеді. Яғни сіз бір автоматтандырылған жүйе құралсаңыз, бұл жүйе сізге бір ай бойы сіз жұмыс істесеңіз де, істемесеңіз де, сіз шетелде болсаңыз да, болмасаңыз да ақша алып келе алады. Бесіншісі, аналитика жасай алу. Яғни сізге түскен мәліметтерге қарап, таргетке жұмсаған ақша қанша, түскен пайда қанша және бұл воронкаға ақша салу қаншалықты тиімді неме тиімсіз екенін сіз зерттей алуыңыз қажетсіз. Және оны зерттей алу үшін бізге керекті материалдарды, керекті қабілеттерді және керекті кесте жүйелерін беретін боламыз. Алтыншысы, сату сценарийін жазалу. Бұл өте маңызды. Сіз егер үлкен блогер эксперттермен келісе алсаңыз, мысалы 100 мың, 200 мың, 300 мың оқырманы бар блогер эксперттермен келісе алсаңыз, ешқандай шығынсыз-ақ сату сценарийі арқылы сіз алғашқы пайдаңызды шығара аласыз. Және сол шыққан пайдадан сіз автоматтандырылған жүйе құрып, әрі қарай автоматтандырылған жүйе арқылы табыс таба аласыз, яғни автоворонка арқылы. Ең бастысы, продюсердің ең бір керек мықты қабілеттерінің бірі бұл вебинар арқылы сату. Себебі техникалық білімнің барлығын сіз бөліп бере аласыз, бірақ вебинардағы сату сценарийін жазалу бұл продюсердің негізгі қабілеттерінің бірі. Келесі, продюсердің миссиясы. Бұл білімді эксперт пен клиент арасында көпір құра алатын адам. Мен өзім, мысалы, продюсердің миссиясын былай түсінемін. Қараңыздар, нарықта 5 жыл, 10 жыл тәжірибесі бар, мықты, білікті эксперттер өте көп. Ол физика пәнінің мұғалімі болсын, 10 жылдық стажы бар, яғни немесе бала тәрбиесіне байланысты мықты психолог болсын, мықты дәрігер болсын, 8 жылдық тәжірибесі бар. Бірақ қазіргі таңда алып жатқан айлық табысы өзінің біліміне сәйкес емес, яғни білесіздер, мықты дәрігерлер 80 мың, 100 мыңның арасында табыс табады, мықты мұғалімдер 150 мың теңгенің арасында табыс табады. Және сіздер, продюсерлер, сол білімді дұрыс упаковкалеп, дұрыс нарыққа шығару арқылы сіз эксперттерді жақсы табысқа шығара аласыз. Яғни продюсердің негізгі мақсаты білімді мамандардың табысын арттыру және табысын арттыру барысында
сол білімді қарапайым халыққа мейлінше оңай, мейлінше арзан, мейлінше тиімді жеткізе алу, яғни екі тұста да ұту, білімді нарыққа жеткізу, білікті маманды бір сөзбен айтқанда байыту, және осы процесс барысында өзі де табыс таба алуы. Бұл продюсердің негізгі миссиясы. Келесі, продюсерге қандай орта қажет? Тәжірибе алмаса алатын продюсерлер ортасы керек. Қараңыздар, сіз бір гипотезаны тестілеп жатқан кезде, яғни мен нарыққа мына экспертті былай шығарып көрейін деп тестілеп жатқан кезде, сіздің келесі бір әріптесіңіз басқа бір гипотезаны тестілеп жатады. Яғни мен тура сол экспертті былайынан шығарып көрейін, яғни өзінің бір идеясымен шығарып көреді. И сол екі нәтиженің арқасында, екі түрлі цифраның, екі түрлі аналитиканың арқасында бір ортақ мәмілеге келуге болады. Яғни мына гипотеза өтпеді, мына гипотеза өтті, демек мына гипотезаны қолданған дұрыс деп тәжірибе алмаса алатын, яғни уақыт үнемдеуге септігін тигізетін продюсерлер ортасы керек, және ол продюсерлер ортасы сіздерде бар. Сонымен, бірінші сабақтың үй жұмысы. Сабақта айтылған ақпараттарды конспект ретінде жазыңыз, себебі бұл ақпарат миыңызға қонымды болады. Екіншіден, продюсердің кім екені туралы алғашқы түсінігіңізді штаб 5 парақшасын белгілеп жазып кетіңіз. И ескерту. Келесі 5 сабақ сіздерге обязательно көру қажет. Оның маңыздылығы прям 100%. Қараңыздар, біз осыған дейін көп зерттеулер жүргіздік. Біз мына автовебинардың немесе осы продюсердің техникалық білімін 3-4 түрлі адамдарға үйретіп көрдік, бірақ әрқайсы әртүрлі нәтиже алады. Мысалы, бір логопед нишасындағы адамдар бір системаны қолданып, бір автовебинар жүйесін қолданып, екі түрлі нәтиже алады. Біреу мүлде пайда таппайды, екіншісі 3-4 миллион теңге табады. И осы зерттеу барысында біз адамның миындағы блоктың, установканың маңыздылығын түсіндік. Және келесі 5 сабақта сіздерге Назерке Құлжабай деген кісі осы блоктармен жұмысты, блоктарды шешудің жолдарын, тәсілдерін көрсететін болады. И тағы да айтып кетейін, мына 5 сабақты дұрыс көре алуыңыз, және ақпаратты түсінуіңіз, және сол тапсырмаларды қолдана алуыңыз келесі 5 модульдағы техникалық білімге тікелей әсер етеді. Сондықтан міндетті түрде 5 сабақты барынша түсініп, мүмкін болса қайталап көріп, сол жерде айтылған тапсырмаларды дәл уақытлы орындап, психологиялық установкаларыңызды осыған дейінгі сізге қойып тастаған бастағы шектеулерді алып, келесі 7-ші, 8-ші, 9-ші сабақтарға дайын болып келіңіздер. Себебі мына 5 сабақ бұл өте маңызды. Сіздің психологиялық состояниеңізға байланысты біз беретін маркетинг инструменттері жұмыс жасайды. Түсінікті болса, келесі 5 сабақты барынша мықты ынта-ықыласпен көреді деген ойдамын, және сіздерді мен Назерке ханымның сабағынан кейін күтетін боламын.